көзін қамту аймағын үлкейтетін тапсырманы орындаймыз. Ол үшін мына берілген 6-7 беттегі тапсырмаларды орындаймыз. Ол үшін бірінші қарайық, 4-ке қоямыз қаламды. Сосын көзді қозғалтпаймыз. Сол нүктеде тұру керек санда. Мен көрсеткен санға апарамыз. 4-те тұрып, 6-ға. 4-ке қайтадан орын апарамыз. Тапқаннан кейін. Түсіндік пе тапсырманы? Олай болса кеттік. 4-те тұрып, 3-ке. 4-тен 8. Енді ауысайық, келесі шығыла. Қасым. 7-ге апарамыз. 7. 7, екінші тапсырмаға қарайық. 7-де тұрып, 8-ге апарамыз орнына. 7-де тұрып, 3-ке. Қайта орнына қоямыз шығыла. Қасым. 7-де тұрып, 1-ге. Тезі орнына апарамыз. 7-де тұрып, 9-ға. Орнына қоямыз Қасым. Әріптерді табамыз енді. Ыға қоямыз қаламды. Көзін қамту аймағын үлкейту үшін көзіміз сол жерде тұру керек. Сол ыға қарап тұрып, ө. Қайта апарамыз ыға. Ыда тұрып, б. Келесі. Ыда тұрып, ә. Ыда тұрып, ғ. Ғ. Алихан. Ыда тұрып, қ. Ш. Ш. Лабиринт тапсырмасы қоянға өзінің сәбіздерін табуға көмектесек. Дайымыз ба? Ал 2 оқушы бірге. Қалай оңай жолмен тез баруға болады. Қасым. Аяулым. Енді екеуін. Болды ма аяулым? Енді Алихан мен шұғыла қалай басталады? Басын. Бастапқы жолы. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Сендер таптыңдар ма? Иә, міне болайын деп қалды. Ұзақ жолдармен жүріп кетті. Жақсы, бұл лабиринт тапсырмасы. Балалар, бізге тапсырмалар ұнады ма сендерге? Ұнаса, онда біздер қол шапалақпен бағалап жіберейік. Енді балмен бағалап жіберейікші. 10 балға дейін, ең жоғары бал 10. Қаншамен бағалар едіңдер? Қаншалықты ұнады? Бәріміз бағалайық. Бәріміз бағалайық. Аяулым. Қайсысын қоямыз? 10 қоямыз ба? 9 ба? 8 ба? 18. Алихан, сендер? 10. Ұнады ма? Ұнаса? Күшті деген? Орташа болса, орташа белгі. Өте жақсы, жарайсыңдар.